Кең аренада халық жиналып, арқан тартыс чемпионаты басталуға дайын. Алдымен Айбарлы +6 жарық шашып шығады. Айналасы жылылыққа толы, қарсы беттен салқын леппен -4 көрінеді. Арқан керілді, +6 бар күшін салып тартты. -4 де осал емес. Жеңіс тағнығы оң жақта. Мұздай салмағымен қарсы тұрды. Сонда арқан +6 жағына ауысты. Төреші 0. Жеңіс тағнығы оң жақта. Келесі жұп -2 мен -7. Екеуінің де жүзінде салмақ, мұң, табандылық. Арқан баяу қозғалып, тең келе бастайды. Аренаға +3 және +9 шығады. Екеуі де жарыққа толы, бірақ +9-дың ішкі қуаты ерекше сезіледі. Көрермендер дуылдап шулайды. Арқан тартылды. Жарық оттар аренада шағылсып, жарқыл пайда болды. +9 күші артып, қарсыласын басып озады. Төреші 0. Бұл күші артқан оң сандың жерісі. Арена тына қалды. Бұл жолы жұп 0 және көлеңкелі -5. Ешкім мұндай кезеңді күтпеген еді. -5 бар күшін салып, арқанды тартады. Бірақ 0 қозғалмай, орныққа күйде қалады. 0 сапырлы үн. Мене тепе-теңдіктің нүктесімін. Арқан бейтарап күйде қалады. Бұл шайқаста жеңіс емес, тепе-теңдік жеңді. Жеңімпаз A0. 0. Аспаннан алтын нұр төгіліп, рационал патша халық алтына шығады. Теріс сын сабақ, 0 ойлану, 10 сан мақсат пен өсу дейді ол. Сонда даналық сөз пайда болады. Қателестен қайт, 0-ден тынық. Бірақ жүрегін әрдайым оңға қарай ұмтылсын.